Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу пәні 4-ші сабақ. Мен сүйкімді баламын. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп оқисыңдар, тірек сөздерді пайдаланып сөйлейсіңдер. Бүркіт Ысқақов 1924 жылы дүниеге келіп, 1991 жылы дүниеден озды. Есімізде сақтаймыз балалар. Балаларға арнап өлең жазған ақын ғалым. Қарағанды облысында туған, сенің отаның, кішкене көмекші, тағы басқа кітаптары бар. Кішілерге қамқор бол. Сүйкімді бала атанып, сүйсінткің келсе кісіні, жіберме үлкен қателік, жәбірлей көрме кішіні. Жүр екен ойнап бұрышта, өзіңнен кіші жас бала, соқтықпа оған ұрыспа, тимесін және басқа да. Келеді сәби көшеде, итеріп оны қалма сен. Ойыншық, кәмпит кесе ме, қолынан тартып алма сен. Кішіге күш көрсетіп, жәбірлеп оны ұрма сен. Кіші де өсер ер жетіп, үлкендік оған қылма сен. Бүркіт Ысқақов. Жәбірле көрме дегеніміз бұл жерде ренжітпе деген мағынада айтылып тұр екен, иә балалар? Екінші тапсырма. Сүйкімді бала атанып жүрсің бе? Суреттерге қарап сөйлеуіне болады. Бұл жерде 4 сурет берген екен. Бірінші суретте атасы немересінің домбыра тартқанын тамашалап отыр. Екінші суретте құрбылар бақшадағы гүлдерді суғарып жүр. Үшінші суретте Бауыржан Абылайға дойбы ойынының ережесін үйретіп жатыр. Төртінші суретте мерекелік іс-шарада Аружан мен Самат қара жорға биледі. Ақын ойын түсіндің бе? Өлеңге сүйеніп айт, сүйкімді бала атану үшін не істеуіміз керек екен балалар? Тамаша, жарайсыңдар. Кішіні жәбірлемеу керек. Өзімізден кіші балаға соқтықпай, онымен ұрыспай жүруіміз керек. Кішіге жәбір көрсетуге болмайды балалар. Ақынның айтқан ақылын жазып алыңдар балалар. Сүйкімді бала атан, жәбірле көрме кішіні, кішіні итеріп қалма, кішіге қамқор бол дейді. Ал балалар, 5-ші тапсырмаға кеп қалдық. Өнерлі бала, сүйкімді бала деген нақыл сөздегі асты сызылған тіркесті басқа сөздермен алмастырып айтып көр дейді. Бұл жерде нақыл сөзде өнерлі бала деген сөздің асты сызылған екен. Ал бізге берілген сөздер тәртіпті бала, әдепті бала, әнші бала. Ал енді орнын ауыстырып көрейікші. Орнын алмастырып айтып көрейік. Өнерлі бала, сүйкімді бала. Тәртіпті бала, сүйкімді бала. Әдепті бала, сүйкімді бала. Әнші бала, сүйкімді бала. Жарайсыңдар балалар. Сүйкімді бала атану үшін не істеуге болмайды? Жалғастырып айтыңдар. Сабақтан қалма. Мектепте жүгіруге болмайды. Қыз баланы сыйла. Кене баланы жәбірлеме. Ағашты сындырма. Құсты атпа. Тамаша, жарайсыздар балалар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.